Сен қашу мүмкін емес деген жерден қашып шыққан адамдар жайлы естідің бе? Мен мүмкін емес деп босқа айтып тұрған жоқпын. Алькатрас әлемдегі ең қорқынышты түрме. Ол жерден тірі шыққан адам жоқ деп есептелген. Бірақ 1962 жылдың 11 маусымына қараған түні 3 тұтқын бұл түрмеден із-түссіз жоғалып кетті. Оларға не болды? Суға батып өлді ме, әлде тарихтағы ең мінсіз қашуды жасады ма? Алькатрас түрмесі Сан-Франциско қаласының дәл қарсысында, теңіздің ортасында орналасқан. Сырт көзге әдемі арал, ал шын мәнінде тірі тозақ. Су температурасы жыл бойы 8-12 градус қана. Ағыс өте күшті. Ресми деректерде акулалар бар деп айтылған. Түнде суға түсу өліммен тең. Сондықтан билік бір ғана нәрсені айтатын: Алькатрастан қашу мүмкін емес. Бұл оқиғаға дейін Алькатрастан ешбір сәтті қашу тіркелмеген. Былайша айтқанда, Гарри Поттердің Азкабан түрмесінің копиясы тәрізді болған. Ал енді 1962 жылға ауысайық. Фрэнк Моррис өте ақылды адам. IQ деңгейі орташа адамнан әлде қайда жоғары. Алькатрасқа дейін де бірнеше түрмеден отқан, және ол жерлерден де қашқан. Джон және Кларенс Энглин ағайынды, ұрлықпен айналысқан. Түрме күзетшілерінің сөздеріне сенсек, өте тәртіпті, тыныш тұтқындар болған. Олар бір камера блогында жазаларын өтеп жатқан, және ол үшеуін бір жоспар біріктірді. 1961 жыл Фрэнк Моррис камерадағы желдеткіш тесігінің бетоны әлсіреген байқағанда, басында бір ой туындайды. Күн сайын айлар бойы олар қарапайым асқана қасығымен қабырғаны қаза бастайды. Бұл сәтте сенің басында күзетшілер олар қабырғаны қазып жатқанда аспандағы жұлдыздарды санап жүр ме деген сұрақ туындауы мүмкін. Мен саған түсіндірейін. Олар түнде қабырғаны қасықпен қазып жатқанда түрмеде музыка ойнап тұратын. Сол себепті оларға ешқандай дыбыс естілмеген. Сабын, дәретхана қағазы, тіс пастасы, шаштараздағы жиналған шаштар. Бұл нәрселерді естісең, оларды ортақ қосатын миға ештеңке келмейді. Олардың ақылдылығы соншалықты, жай ғана түрмеден тез шығуды ғана ойламай, өздерінің орнына күзетшілер байқамасын деп адам табады. Дұрысырақ айтсам, адам емес, ал осы заттардан жалған манекен бастар жасайды. Сонымен қатар тұтқындар флотты сырттан алған жоқ. Барлығы түрменің өзінен жиналды. Ол күзетшілердің жаңбыр өткізбейтін плащтарын, яғни дождевиктерін бірнеше ай бойы ұрлап, жинап жүрді. Бұл плащтар резинкеленген материалдан жасалған еді, су өткізбейді. Кейін сол плащтарды ұсақтап кесіп, бу мен ыстықтың көмегімен біріктірді. Түрмедегі жылы құбырларды пайдаланып, материалды жабыстырды. Осылайша қолдан жасалған резинке мата пайда болды. Флоттың ішіне ауа толтыру үшін қарапайым гармошка қолданылды. Ол да түрмеде табылған зат. Ал басқару үшін ағаш тақтайлар мен металл қалдықтарынан ескек жасады. Барлығы жасырын түрде, түнде жасалды. Флот камера ішінде сақталып, қашу түні ғана жиналды. Нәтижесінде суық әрі қауіпті мұхит суығына төтеп беретін флот дайын болды. 1962 жыл 11 маусымнан 12-сіне қараған түн. Түрме ұйқыда, дәліздерде өлі тыныштық. Тек теңіздің алыстан естілген суық үні ғана. Сағат түн ортасынан асты. Фрэнк Моррис орнынан баяу тұрады. Бір артық дыбыс өліммен тең. Ол алдын ала түрме қабырғасынан жасалған тесіктен жайлап түрмеден шығады. Және сол сәтте артқа жол жоқ екенін түсінеді. Төсектің үстінде жалған бас.
шашы түрмедегі шаштараздан жиналған, бет-әлпеті сабын мен дәретхана қағазынан жасалған. Күзетші қараса, тұтқын ұйықтап жатыр деп ойлайды. Бірінен кейін бірі олар камераларынан сырғып шығады. Жүрек кеудені жарып жіберердей соғады. Желдету шахтасына көтеріледі. Төменде жүздеген күзетші, жоғарыда тек бір қадамдық қателік. Түнгі жел, суық, қараңғылық. Олар түрме төбесіне шығады. Алдында флот, артында Алькатрас түрмесі. Сағат түнгі 11-ден асқан. Флотты жайлап суға түсіреді. Қолдар қалтырайды. Су мұздай. Ешкім сөйлемейді. Соңғы рет бір-біріне қарайды. Және қараңғылыққа сіңіп кетеді. Таңғы сағат 7. Алькатраста күн әрдайым бірдей басталатын. Қақпалар, аяқ дыбысы, металдың салқын үні. Күзетшілер камераларды бір-бірлеп тексере бастайды. Фрэнк Морристің камерасына келеді. Төсекте біреу жатыр. Күзетші айқайлайды. Моррис. Жауап жоқ. Тағы бір рет қаттырақ. Моррис. Тыныштық. Күзетші жақындайды. Және төсектегі адамның иығынан түртеді. Сол сәтте бәрі құлайды. Бас еденге құлап түседі. Сабыннан жасалған, жалған. Бірінші секунд үнсіздік, екінші секунд түсіну, үшінші секундта үрей. Дабыл қағылады. Бүкіл түрме оянады. Сиреналар, айқай, қақпалар жабылады. Камералар ашылады, бірақ ешкім жоқ. 3 тұтқын, 3 бос камера. Ал олар әлде қашан теңізде еді. Таңғы тексеріс Алькатрас тарихындағы ең қорқынышты таңға айналды. Сол күннен бастап бір сұрақ мәңгі қалды. Олар қашып құтылды ма? Әлде бұл түрме тағы құпиясын жұтып қойды ма? Бұл сұрақ 60 жылдан бері ешкімге маза бермей келеді. Алькатрас билігі сол күні бірден айтты. Олар суға батып кетті. Суық су, қатты ағыс, түн. Ресми нұсқа бойынша Фрэнк Моррис пен ағайынды Энглиндер Сан-Франциско шығанағында тірі қалу мүмкін емес еді. Бірақ ешбір дене табылған жоқ. Күндер өтті, апталар өтті, айлар өтті. Теңіз тек бірдеңені ғана қайтарды. Плоттың бір бөлігі. Және сары жаңбырлы плаштары қиындысы. Бірақ бұл өлімнің дәлелі ме? Жоқ. ФБР есептеді. Егер олар ағысқа дұрыс түссе, Плот пен Марин округіне жету мүмкін еді. Ал енді ең қызығы. Энглин ағайындыларының анасы көп жылдар бойы анонимді түрде гүлдер алып отырған. Ол гүлдер кімнен? Жіберуші көрсетілмеген. Кейінірек Бразилияда түсірілген бір сурет пайда болды. Суретте 2 ер адам. Өте ұқсас, тым ұқсас. Ал 2012 жылы полицияға хат келді. Хатта былай жазылды. Мен Фрэнк Морриспін. Иә, біз қашып құтылдық. Мен қазір 83 жастамын. Ауыр халдемін. Егер маған медициналық көмек көрсетсеңдер, бәрін айтып беремін. Билік бұл хатты тексерді, нақты дәлел табылмады. Бірақ жоққа да шығара алмады. Ресми түрде іс 2013 жыл жабылады. Қорытынды қандай? Ресми түрде олар қаза тапты. Ал халық сенетін нұсқа олар тірі қалды. Өйткені Алькатрас ешқашан адам денесісіз үкім шығармаған. Тек бір ғана нәрсе бар. Алькатрастан қашып шыққан 3 адам және мәңгілік сұрақ. Сонымен сен қалай ойлайсың? 3 адам расымен де әлемдегі ең қауіпсіз түрмеден қашып шықты ма? Әлде бұл тарихтағы ең жұмбақ өтірік пе?
комментарийге өз пікіріңді жазып кет. Ал егер саған осындай жұмбақ әрі қызықты оқиғалар ұнайтын болса, арнаға тіркел. Сау, саламат.